Сәлем балақай. Бүгін біз жануарлардың төлдерімен және аңдардың балаларымен таныс боламыз. Ендеше менің айтқанымды мұқият тыңдап, даусыңды шығарып, менен кейін қайтала. Жылқы. Жылқы. Жылқының төлін құлыншақ деп айтамыз. Қанекей, құлыншақ. Құлыншақ. Жарайсың балақай. Сиыр. Сиыр. Сиырдың төлін бұзау деп атаймыз. Қане қайтала. Бұзау. Бұзау. Түйе. Түйе. Ал түйенің төлін ботақан деп айтамыз. Қане қайтала. Ботақан. Ботақан. Қой. Қой. Ал қойдың төлін қозы деп атаймыз. Қозы. Қозы. Жарайсың балақай. Ешкі. Ал ешкінің төлін лақ деп атаймыз. Қане балақай. Лақ. Лақ. Лақтар өте сүйкімді болады. Келесі ит. Ит. Ал иттің баласын күшік деп айтамыз. Күшік. Күшік. Мысық. Мысық. Ал мысықтың баласын марғау деп айтамыз. Қанекей, марғау. Марғау. Марғаулар өте нәзік әрі ұйықтағанды жақсы көреді. Келесі қоян. Қоян. Ал қоянның баласын көшек дейміз. Қане, көшек. Көшек. Ал көшектер болса өте қорқақ болады. Келесі тауық. Тауық. Ал тауықтың баласы балапан деп айтылады. Қане, балапан. Балапан. Балапандар өте сүйкімді болады. Шошқа. Шошқа. Ал шошқаның баласын торай деп айтамыз. Қане, торай. Торай. Жарайсыңдар балалар. Келесі түлкі. Түлкі. Түлкінің баласын жәутік деп айтамыз. Жәутік. Жәутік. Жарайсыңдар балалар. Келесі қасқыр. Қасқыр. Балалар, қасқырлар жабайы аң, сондықтан олар өте қауіпті. Ал қасқырдың баласын бөлтірік деп айтамыз. Бөлтірік. Бөлтірік. Аю. Аю. Ал аюдың баласын қонжық деп айтамыз. Қане, қонжық. Қонжық. Балақай, мені мұқият тыңдап, даусыңды шығарып қайтала. Келесі аң арыстан.
арыстан. Арыстанның баласын алан деп айтамыз. Алан. Алан. Елік. Елік. Ал еліктің төлін еңлік деп айтамыз. Еңлік. Еңлік. Келесі бұғы. Бұғы. Бұғының төлін бұғышақ деп айтамыз. Қане? Бұғышақ. Бұғышақ. Барыс. Барыс. Барыстың баласы мәулен деп айтылады. Қане? Мәулен. Мәулен. Жарайсың, балақай. Өте керемет қайталадың. Олай болса, кездескенше. Балақай, арнаға жазылуды ұмытпа.